Өңіріміздің 21 көңілділер мен тапқырлар командасы облыс әкімінің кубогы үшін бақ таластырды. Олар өз аудандары мен оқу ордаларынан суырылып шыққандар. Осы жолға ойын орыс тілінде өтті. Шалақын ауданының угол юрты командасы бір ай бұрын ғана құрылған. Жігіттер аудандық кезеңге қатыса алмапты. Сондықтан облыс орталығына келіп өз өнерлерін көрсетіп, ұйымдастырушылардан облыс әкімінің кубогына таласуға рұқсат алған екен. Команда КВН Васаби. Мен аудандық жастар бастамалар орталығында жұмыс істеймін. Студент кезінде КВН ойнаған едім. Сондықтан оқушылардың басын қосып команда құрдым. Сценарийдегі әзілдерді көбіне жастарға арналған. В принципе, отбор был не очень такой сложный, можно сказать. Маған ойнауға ұсыныс жасады. Мен бірден келістім. Дайындығымыз жақсы, жеңістен үміттіміз. Барлық командалар мықты дайындықпен келген екен. Сахнада қобалжымасақ болғаны. Облыс әкімінің кубогы үшін таласуға осы жолы 21 команда ниет білдіріпті. Олардың жетеуі Петропавл қаласының құрамалары. Сахнада студенттермен қатар оқушылар бірдей өнер көрсетіп, тапқырлықтарын танытты. Играем на КВН первый год. Біз облыс көлемінде бірінші рет өнер көрсетіп отырмыз. Аудандық сайыста үздік атанғанбыз. Осы жолда қазылар алқасы жақсы бағалайды деген ойдамын. Әзілдеріміздің көбі балаларға, оқушыларға арналған. Сонымен қатар командамыздың атына сай мультфильмдер жайлы да бар. Көңілдері тапқыр жастар түрлі тақырыптарды қамтыған. Оқушылар мектеп пен ұстаз жайында жиі әзілдесе, ересектер махаббат, студенттік өмірді әзілмен жеткізіп жатты. Жалпалар болсақ, бұл кубок жолындағы екінші кезең. Алда әлі финалдық ойын болады. Гүлнар Сайлауқызы, Юрий Искаков, ақпарат.